Сәлеметсіздер ме? Сіздерге макви торттың дайындалу жолын ұсынамын. Ең алдымен 4 жұмыртқаның үстіне секер мен ванилинді араластыра отырып, көпіргенше миксерлейміз. Үстіне еріген сары майды құя отырып, тағы да араластырамыз. Ұнның үстіне мак, кукурузный крахмал, разрыхлитель қосып, массаның үстіне саламыз және де тағы да араластырып миксерлейміз. Қамырды дайындап болған соң, диаметрі 22-23 см болатын формаға 8 бөлікке бөліп пісіріп аламыз. Шамамен 97 граммнан келеді. 170 градуста 10 минутта пісіріп аламыз. Піскен соң суытып, кремін жағамыз. Креміне қаймақ, варенка, сахарная пудраны араластырып аламыз. 8 коржға жетуі керек. Бәрі піскен соң, арасына грецкий орехті сеуіп, кремді жағып, холодильникке түнге қалдырамыз. Таңертең алып, үстіне вафельные крошки себеміз. Тортты дайын болғаннан кейін жарты сағаттан соң кескен дұрыс. Біздің жеңіл әрі дәмді тортымыз дайын.